70% сұрақ. Бұл қашан оқу қашан аяқталады деген. Ата-аналардың тура пікірін тура өздерінен де естейтін болдық. Зерделеп, содан кейін бірақ шешім қабылдау жұмыстарын үйрендік. Бірінші курстың балалары шын обал, не группаластарын танымайды, не оқытушыны танымайды. Мұғаліммен контакт әрине өте қажет. Бұрын қалай болған сонда бізде? Бұл оқушылар да мектебін сағынды, мұғалім да мектебін сағынды. Карантин талаптарды қаншалықты сақтап жатыр? Оны кім қадағалап, кім тексереді бізде? Министрліктің сайтында ашық түрде қолжетімді. Енді өткенде сіз әліппе қайтып келеді деген жаңалықпен бөліскенде біраз ел қуанды. Бұл сұрақ бәрімізді мазалайды шынында да. Қандай реформа күтіп тұрмыз біз білім мен ғылымда? Келесі жылға жоспарларыңыз болса. Бірінші болып бізбен бөлісіңізші. Армысыздар, құрметті Бақ Кезет ақпараттық порталының оқырмандары, көрермендері, назарларыңызда Желмая жобасы және оның жүргізушісімен Мақсат Толықбай. Бүгін бізде қонақта білім және ғылым вице-министрі Шолпан Каринова. Таңатқызы, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Енді Қазақстан тарихында болып көрмеген төтенше жағдайды көрдік. Аяқ асты қашықтыққа көштік оқудан. Шаршап жүрген шығарсыздар әбден? Жоқ, жұмыстан шаршауға болмайды. Бұл біздің негізгі жұмысымыз. Жалпы қазақстандық білім мекемелеріндегі оқу процесін ұйымдастыру. Ол министрліктің құзыретіндегі және бұл жұмыстың барлығы жергілікті атқарушы органдарда білім басқармалары мен аудандық қалалық деңгейлерде білім бөлімдерімен бірлесіп әрбір білім мекемесімен бірге істелетін жұмыстар. Сондықтан осы жұмысымыз әрине қашықтан оқыту жағдайында ерекшеленді, оны атап өту керек. Өзінің ерекшеліктері, өзінің қиын тұстары болды. Артықшылығы бар ма? Әрине, әрбір жағдайдың өзінің қалай айтсам болады, плюс жағдайлары, минус жағдайларды болады деп айту керек. Шынында да қашықтан оқыту жағдайына біз осы 4-ші тоқсанның, өткен оқу жылының 4-ші тоқсанында өткенімізді білесіздер. Ол кезде алғаш болмаған жағдайға тап болған болатынбыз. Шұғыл шешімдер қабылдау қажет болды. Сол кездің өзінде ең бірінші әрбір сұрақты білім және ғылым министрлігі шешім қабылдамас бұрын әріптестерімізбен бірге қатар талдап, зерделеп, содан кейін бірақ шешім қабылдау жұмыстарын үйрендік. Өйткені бұл жерде тосыннан шешім қабылдау қажет болғандықтан, оның нақты дайын шешімі, дайын бір рецепті осы жағдайда қалай қимыл жасау керек, бұл жағдайда қандай шығыстар көзді қарастыру керек. Осының барлығы бір дайын тұрған шешім болған жоқ. Сондықтан оны әзірлеудің өзін біз әр қадамымызды білім мекемелерінде жұмыс істеп жатқан мұғалімдермен, ол жердегі мектеп директорларымен, ол жердегі оқушының орынбасарларымен, тәрбие жұмысына келетін болса, психологиялық жағдайлардың жағынан қарайтын болсақ, сол жерде жұмыс істеп жатқан психологтармен, ол жерде жұмыс істеп отырған әлеуметтік педагогтармен қатар жұмысты бірге жүргізуіміз керек болды. Осы жағдайда барлық білім мекемелері және біздің және білім ғылым министрлігі бірден онлайн форматтағы жиналыстарды ұйымдастыру жұмыстарын бастадық. Оның берері де көп екенін көріп отырмыз. Бүгінгі күні әрбір қажетті бір тосын сұрақтар шығып жатқан кезде әр білім мекемесінің басшысымен де турасын онлайн форматты. Жай күнде де өзі енгізу керек сияқты әдетке. Бұған дейін осындай әдет болмаған еді, бірақ қазіргі күні барлық сұрақты осылай қажетінше талдап, қажетінше уақытын белгілеп кездесетін мүмкіншіліктер туды. Бұл бірден айту керек. Екіншіден, осы қашықтан оқыту форматында білім мекемелерінің ең бастысы білім алушылар, ол балалар және оның ата-аналары. Олармен де байланысы одан сайын нығайған сияқты. Өйткені бұған дейін біз мысалға ресми жиналыстар, ресми шақырулар арқылы ата-аналармен байланысып жүргетін болсақ, қазіргі күні олардың барлығымен де әлеуметтік желілер арқылы да, қазіргі Zoom жиналыстардың ішінде де қажетінше жиналып талқылай беретін болдық барлық сұрақтарды. Ата-аналардың тура пікірін тура өздерінен де естейтін болдық бүгінгі күні. Сол да бір осы жақсы тұстары. Енді өткенде ведомствоаралық отырыс комиссияның шешімі бойынша 1-5 сыныптарға рұқсат берілді. Енді адам саны сонда да шектеулі. Сол қалпында ешқандай өзгеріс енгізілген жоқ па? Қосымша? Бүгінгі күні жалпы Қазақстан бойынша шешім қабылданды. Бірінші 5-ші кезекші сыныптарда оқушылар оқытылуы бойынша шешім шығарылды. Бірақ жергілікті жердегі санитарлық эпидемиологиялық жағдайларға байланысты жергілікті өңірлердің санитарлық дәрігерлерінің шешімдері шығарылады. Бүгінгі күні кейбір жерлерде, мысалы солтүстік Қазақстан облысында, шығыс Қазақстан облысында осындай жағдайдың әлі ушығып тұрғандығының арқасында қызыл аймақ қойылар. Қызыл аймақ болып тұрғандықтан соның арқасында сол жерлерде бүгінгі күні әлі рұқсаттар бұлай кеңейтілген көлемде тарап жатқан жоқ. Жалпы шешім орындалып жатыр.
бірінші 5-ші сыныптар қазір кезекші сыныптарда оқып жатыр. Бұндай шешім неге ұсынылды? Біріншіден мына 5-ші сынып оқушыларына тоқтасақ. Жалпы мына бастауыш сыныптың мына үздіксіз білім берудегі орны ерекше. Оны ата-аналар да атайды, оны біз де атап отырмыз. Өйткені ол балалардың біріншіден физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты, екіншіден мемлекеттік стандарттың жалпы құрылымына байланысты. Ол жерде білімнің базасы беріледі және ол жерде барлық бағыттар бойынша білімнің негізі белгіленген және оны тек қана бір мұғалімнің жүргізуі көзделген. Мына 5-ші сыныпқа ауысқан кезде ғылыми бағыттардың негізі беріледі. Бұл жерде әр пәнді пән мұғалімі нақты оқытылған, нақты білімі бар мұғалім жүргізеді. Бірнеше мұғалімдермен кездесу кезінде әрине оқушыға психологиялық тұрғыдан үйренушілік керек, мұғалімді танып білу керек. Әр пәннің ерекшеліктерін түсіну үшін оны қабылдаудың да ережелері бар. Соның барлығын білу үшін мұғаліммен контакт әрине өте қажет. Сондықтан мына 5-ші сыныптардың кезекші сыныпқа көшуі нақты осы ерекшеліктермен байланысты болды. Дегенмен ата-анада таңдау бар ғой. Жоқ, мен әлде болса қауіптенемін, үйден оқытам деген сияқты. Таңдау жалпы барлық мекемелерде, барлық білім мекемелерінде тек қана ата-ананың таңдауы. Біз бүгінгі күні біліп отырмыз. Біз білім және ғылым министрлігі ретінде, өкілетті орган ретінде біздің алғы мақсатымыз білімнің сапасын түсірмеу. Бірақ сонымен қатар біз ең бастысы баланың денсаулығы екенін жақсы түсінеміз. Ал бұл жағдайда әрине ата-ананың сөзі ең басты назарда болуы тиіс. Өйткені әр ата-ана өзінің баласының денсаулығының жағдайын біледі. Оның ерекшеліктерін де өзі жақсы біледі. Сондықтан ата-ананың таңдауы бойынша мектептің жағдайында қашықтан оқыту форматы да ұйымдастырылған және кезекші топта рұқсат етілген болса, балаларын жіберуге ата-аналардың құқығы берілген. Мен бүгін әлеуметтік желіге жазып едім, бүгін бізде қонақта Шолпан Таңатқызы болады деп. Енді 70% сұрақ. Бұл қашықтан оқу қашан аяқталады деген. Бұл сұрақ бәрімізді мазалайды, шынында да өте орынды сұрақ. Ата-аналарды ең бастысы мына әлеуметтік желілерден министрге Асхат Қанатұлына да оқушылардың да жіберген жолдауларын көріп отырмыз. Шынында да бұл оқушылар да мектебін сағынды, мұғалім да мектебін сағынды. Ол өте дұрыс мәселе. Өйткені ол мектеп дегеніміз тек қана білім алу емес. Біріншіден мектеп әрине білім алу. Мектеп тәрбиелейді де, мектеп баланы әлеуеттендіреді де. Мектеп деген ол үлкен бір ұжым. Оның ішінде орта қалыптасады. Сол ортаны бала әрине сағынады, оқушы да сағынады. Ол сұраққа жауап беру әрине қиындау, өйткені мына санитарлық эпидемиологиялық жағдайға байланысты бәрі де. Бұл жерде біздің қолымызда тұрған жоқ дейсіз? Иә, біздің қолымызда тұрған еш нәрсе жоқ. Барлығымыз атсалысып, әрине барлық оқушыларды да, мұғалімдерді біз барлық шектеу шараларын сақтауға шақырамыз. Біріншіден әлеуметтік арақашықтықты сақтау, маска кию режимі, басқа да көзделген шаралардың барлығы сақталып, неғұрлым осы індеттен елімізді арылту бұл бірінші мәселе. Сөйте тұра, қайткен күнде де біз өкілетті орган ретінде оқушылардың мектепке қайтқанын, оқу процесінің штатты, қалыпты, дәстүрлі режимге оралып жүргізілуін әрине де қалаймыз. Денсаулық сақтау министрі әсіресе желтоқсанның соңғы қаңтар айларында қиын болуы мүмкін жағдай деп алдын ала ескерту жасап жатыр. Жалпы мектептердің өзі осы карантин талаптарды қаншалықты сақтап жатыр? Оны кім қадағалап, кім тексереді бізде? Әрине, біріншіден осы санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтау бойынша санитарлық ереже бар. Осы ереже бұл әрине бүгінгі пандемиялық жағдайға немесе мына шектеу шараларына байланысты қабылданған шара емес. Бұл санитарлық талаптар үнемі осы білім мекемелеріне қойылатын талаптардың бірі. Бірақ оның ішінде осы биылғы жылы, былтырғы оқу жылының соңында мына пайда болған жағдайға байланысты ескеріліп, тиісті өзгерістер енгізілді. Осының барлығы да ол түрлі дезинфекциялау шаралары, түрлі қауіпсіздік шараларын сақтау бойынша ұстанымдардың барлығы да жасалып жеткізілді. Оны орындаушылар әрине жергілікті атқарушы органдардың бюджеті, жергілікті атқарушы органдар оған қарасты мекемелер, ол балабақшалар, мектептер, қосымша білім мекемелері, арнайы білім мекемелері де, колледждер де осы жергілікті атқарушы органдарына қарайды. Олардың бәрінің да жасайтын әрине біріншіден бюджеттік қаражат көздерінен. Жалпы бұл бойынша мониторингті жергілікті атқарушы органдары жүргізеді. Ал енді тексеру сұрақтары ол денсаулық сақтау министрлігі тарапынан жүргізіліп жатады. Ол жұмыста өзінің жүйелі түрінде жүріп жатыр. Енді әр мектепке кіретін кезінде температурасын өлшеп жатады, ондай қарапайым құрылғылардан бастап. Барлығы жеткілікті ме бізде қазір? Жеткілікті деңгейде алынған. Білім мекемелер осындай қажетті дүниелердің барлығымен жабдықталған. Енді мына дегенмен 2020 жыл біздің мұғалімдер үшін жаман жыл болды деп ойламаймын. Өйткені айлықтар да көтеріліп жатыр. Қазір орташа жалақы қанша бізде?
оқушылар мұғалімдердің иә. мұғалімдердің айлықтары көтерілуі бойынша ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасы бар. Алдағы 4 жылда 2 есе көбейту бойынша мына биылғы 20-шы жылы 25%-ға көбейтілді. Келесі жылы оның үстінен 25%-ға қосылатын болады. Ол шығыстардың барлығы бюджеттен, республикалық бюджет есебінен қарастырылған. Жалпы орташа жалақысы қандай деген сұрақ үнемі мазалайды. Осы сұрақ көптеп қойылады. Ол сұрақ мысалға, бұл сұраққа жауап беру үшін мысалға мына біздің білім саласының ішінде келетін болсақ, әр мұғалімдердің біріншіден қойылатын талаптары бар. Жалақы алмас бұрын қойылатын талаптардың ең бастысы мұғалімнің білімі. Ол жоғары білім болуы мүмкін, не болмаса техникалық және кәсіптік білім бағыты бойынша болуы мүмкін. Екіншіден, оның еңбек өтілі, ол мектепте қанша жыл жұмыс істегеніне байланысты қосылатын коэффициенттер. Үшіншіден, мұғалімнің санаты. Мұғалімнің санаты да бүгінгі күні бірнеше санаттары бар. Біріншіден, санатсыз мұғалім бар, ол жаңадан мектепке келген мұғалімдер. Екіншіден, модератор мұғалім. Үшіншіден, сарапшы мұғалім. Төртіншіден, зерттеуші мұғалім. Бесіншіден, шебер мұғалім. Осы санаттар бүгінгі күні бекітілген. Осының әрқайсысына байланысты орташа жалақысы өз алдына бөлек. Сондықтан ауыл жағдайда мұғалімнің жағдайы, қала жағдайында мұғалімнің жағдайы тағы бөлек. Өйткені ауыл жағдайында ол мұғалімдерге ауылдық жағдайда жұмыс істегендер үшін қосылатын квота болушы еді ғой баяғыда, иә, үстемақы. Ол жерде де үстемақысы бар. Сондықтан осының барлығы мұғалімнің орташа жалақысы деген мәселе осы бағыттарға байланысты әр жағдайда бөлек-бөлек саналады. Өткенде 1-2 мұғалімді көрдім, 500 мың, 600 мың алатын мұғалімдер бар екен, мен таң қалдым. Яғни сайда отырған санаттарға байланысты болып тұр ғой. Санатқа байланысты міндетті түрде. Біріншіден санатқа байланысты, жаңағы жоғарыда айтып отырған көрсеткіштерге байланысты. Екіншіден, мұғалімнің беретін жүктемесіне байланысты, ол сағат саны. Бүгінгі күні жалпы білім туралы заңға байланысты негізі нормативтік жүктеме әр мұғалімге 18 сағат көлемінде белгіленген орта білім саласы бойынша. 18 сағат, бірақ мұғалім мектептегі ауысым кезеңдеріне байланысты, өзінің сағаттарына байланысты, одан көп немесе аз жүктемемен жұмыс істеп жатыр. Ол орташа жалақысы тағы осыған да байланысты болады. Енді қаштан оқуға көшкелі, еңбекке баулу, дене шынықтыру деген сабақтар кішкене тоқтап тұр ғой. Басымдықты біз гуманитарлық, математикаға бөліп жатырмыз. Ол сабақтардан беретін педагогтардың айлығы қысқарып қалған жоқ па? Сақталды ма барлығы? Барлығы сақталды. Мемлекеттің тарапынан мұғалімдерге белгіленген типтік оқу жоспарына байланысты оқу бағдарламаларын біріншіден 100% орындау міндеттелген. Бұл өйткені оқу бағдарламаларының барлығы мемлекеттік стандартты орындау болып саналады. Сондықтан осы қандай да жағдайға қарамай мемлекеттік стандарт оқу бағдарламалар толық орындалуы тиіс біріншіден. Екіншіден, оның орындалу үшін типтік оқу жоспарларын Білім және ғылым министрлігі тарапынан бекітілген бұйрықпен жүргізіледі. Бірақ осы типтік жоспар негізінде әр мекеме, әр мектеп өзінің жұмыс жоспарын бекітеді. Осы жұмыс жоспары бұл негізі мұғалімдердің жалақысында анық айқындайтын осы жұмыс жоспары. Екіншіден, мұғалімдердің нақты еңбек ақысына да әсерін тигізетін осы белгіленген оқу жұмыс жоспары. Осындағы бекітілген барлық сағаттар берілуге тиіс. Ал енді еңбек сағатына келіп тоқтайтын болсақ, дене шынықтыру пәндеріне келіп тоқтайтын болсақ, бүгінгі күні бұл пәндерді тоқтап қалды деп айтуға болмайды. Өйткені олар мемлекеттік стандарт бойынша тиісті оқу бағдарламаларымен жүргізіледі. Әрине, әр пәнді жүргізудің өзінің қиыншылықтары бар. Қашықтан оқыту форматында осы пәндерді жүргізу өте қиын екендігін көріп отырмыз. Бірақ мына дене шынықтыру пәні ассоциациясының мұғалімдері республикалық Ыбырай Алтынсарин атындағы білім академиясымен бірлесіп, осы дене шынықтыру сабақтарын қашықтан оқыту жағдайында қалай жүргізуге болатындығы жөнінде әдістемелік ұсынымдар әзірледі. Оның ішінде айта кету керек, бүгінгі күні бір теріс пікірлер бар. Дене шынықтыру сабағында оқушылар шығарма жазып отыр, эссе жазып отыр деген сияқты. Онда ешқандай да әдістемелік ұсынымдар жасалған жоқ біздің тарапымыздан, министрліктің тарапынан. Ол жерде әрбір жаттығуларды, әрбір мына спорттың, дене шынықтырудың түрлеріне байланысты нақты берілген тапсырмаларды үй жағдайында қалай орындауға болады. Осы сияқты рекомендациялар, әзірлемелер жасалған. Сондықтан осындай жұмыстар жүргізіліп келе жатыр. Әрине, оның орындалуы, немесе оқушылардың орындамауы, ол біріншіден оқушының өзінің оқуға деген зейінінен, оқуға деген мотивациясынан, оның жасының ерекшеліктеріне байланысты, қай сыныпта оқитындығына байланысты, оның үстінен ата-аналардың балаға қоятын талаптарына байланысты әртүрлі деңгейде орындалып жатыр. Оны да ескеруіміз қажет. Әрине, оқу процесінде мына қашықтан оқыту форматында осындай бір жаңадан біздің алдымызға туған ерекшеліктер бар екен, жоғарыда айтқан болатын. Осының барлығы ескеріліп жүргізіліп жатыр. Енді Шолпан Таңатқызы
Европада жағдайды көріп отырмыз ғой. Тіпті ушығып бара жатыр, мәйітханалардың өзінде орын жетпей жатыр. Дегенмен Германия болсын, Швейцария сияқты мемлекеттер дәстүрлі оқу жүйесін толық тоқтатқан жоқ. Әлі де оқып жатыр. Бәлкім осы 11 сыныптар, алда ұлттық бірыңғай тестілеу өте үлкен сынақ күтіп тұр. Енді олар қанша дегенмен маска тақ, арағаш сақта деген түсінетін балалар ғой. Және бірінші курстың балаларында шынымен обал не группаластарын танымайды, не оқытушыны танымайды. Осыларға рұқсат берсе болмай ма? 11 сынып бірінші курсқа ойыңыз, пікіріңізді білгім келеді. Әрине біз мына келесі қадам ретінде осы сұрақты да көтеріп отырмыз. 11 сыныптар. Біріншіден енді әрине ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық қажет деп атамау керек. Біріншіден 11 сынып бітіру бұл оқушының өміріндегі үлкен кезең, бұл орта білімді аяқтау деңгейі, белгілі бір оқудың деңгейін аяқтау кезеңі. Сондықтан бұған оқушының дайындығы қажет әрине де. Сондықтан оларды дайындау үшін де алдағы уақытта олардың емтихандары да бар, одан кейін оқуға түсулері де бар, жоғарғы оқу орындарына түсуді таңдайтын түлектер бар. Кәсіби техникалық білім деңгейінде оқуын жалғастырамын деген оқушылар бар. Әрине де оның әрқайсысына да осыған дайындық қажет. Осы орайда бүгінгі күні жалпы мына оқушылардың арасында арақашықтықты сақтап, олармен қосымша жұмыс істеу жұмыстары қарастырылған. Оны ары қарай жетілдіру қажет деп отырмыз. Бүгінгі күні білім мекемелерінің алдында оқушылармен жеке жұмыс істеп, дайындық жұмыстарын мектептер бүгінгі күні жүргізіп жатыр. Осыны әрине белсенді түсіру керек. Өйткені бүгінгі күні екінші тоқсанның соңғы айы, бұл өзі қысқа тоқсан, мына қараша айында жартысынан басталған болса, мына желтоқсанның 30-на дейін оқу процесі аяқталатын болады. Екінші тоқсанда, сондықтан аз тоқсанның ішінде осы оқуды жетілдіру керектігі жөнінде міндеттер қойылды. Барлық білім мекемелерінің алдында әрине дайындық жұмыстары жүргізілуге тиіс. Ал енді жаңа жыл кештер келе жатыр ғой. Мектептің ішінара өткізуге рұқсат беріле ме, жоқ па биыл? Ол бойынша жалпы бірнеше әзірлемелер бар білім және ғылым министрлігінде. Тағы да айтам, бұл күтілмеген жағдай, мына санитарлық эпидемиологияға жағдайға, ахуалға байланысты болады. Біздің бірнеше әзірлемелеріміз бар. Әлі де осы жағдайды бақылауда ұстап отырмыз. Содан кейін тиісті жасалған әзірлеменің тиісті форматы ұсынылатын болады. Түсінікті. Жалпы енді пандемияға байланысты жоспарланып, кейінге шегеріліп жатқан шаралар көп шығар, Әрине, оны көп деп айту керек. Мына оқу процесі тағы да айттым, бұл тек қана оқу емес, бұл оның ішінде үлкен тәрбиелік жұмыстар, оның ішінде дамыту іс-шаралары, мекеменің өзінің бағытына байланысты көп жұмыстар жүргізіледі. Біздің білім мекемелерінің тарапынан осы жағдайда барлық жоспарланған іс-шаралар тәжірибе жүзінде тек қана онлайн форматта өтіп жатыр. Оны ескеру қажет. Мысалға спорттық шараларды тоқтайтын болсақ, ол спорттық шараларды әрине онлайн форматында жүргізу де қиын. Сондықтан олардың басым көпшілігі биылғы жылы тоқтатылды. Тиісті қарастырылған қаражаттар бюджетке қайтарылды. Өйткені әрине де онлайн форматта оқушының өзі бүгінгі оқу процесін игеріп, әр пән бойынша білімді алып, оны мына кері байланыс арқылы мұғалімдеріне жеткізу, алған білімін көрсете білудің өзі оқушының өте көп уақытын алып жатыр. Мұғалімнің де көп дайындығын қажет етіп жатыр біріншіден. Екіншіден, бұл жерде оқушының да мұғалімнің да цифрлық сауаттылығы бойынша мәселелері көтеріліп жатыр, алғы шартқа алғы мәселе болып көтеріліп жатыр. Өйткені осы цифрлық ресурстарды пайдалану бүгінгі күні күнделікті қажеттілік болып кетті. Сондықтан осы жағынан да қиыншылықтар туғанын көріп, біз ондай үлкен іс-шаралардың барлығын әрине онлайн форматта өткізе беру да өзі бір ауыртпашылық тудырады. Бірақ айта кету керек, тәрбие жұмыстары сынып жетекшілерінің тарапынан, мектептегі оқу тәрбиесінің меңгерушілерінің тарапынан қажетті деңгейде жүргізіліп келе жатыр. Онсыз білім мекемесі әрине де жұмыс жасай алмайды. Оны да атау керек. Енді ата-аналардың сауалдарын қарап отырсаң, ауыл жерлерді айтпағанда қаланың өзінде кейде зум қатып қалып жатады дейді. Енді бір үйдің 6 баласы бір смартфонға үңіліп отырған отбасылар да бар. Жалпы сізге осы педагогтар тарапынан болсын, ата-аналар тарапынан көбінде қандай сұрақтар келіп жатады? Көпшілігі. Енді көпшілігі дегенде бұл қоғамның жалпы көтеріп жатқан мәселесі болатын. Бұған дейін де бұл интернеттің жылдамдығының мәселесі, интернеттің сапасының мәселесі, сосын жаңағы оқушылардың компьютерлермен қамтамасыз ету мәселесі. Бұл екі мәселені үлкен сұрақ ретінде біздің алдымызға да, мына білім басқармаларының алдына да ата-аналар да қойып жатыр, қоғам да қойып жатыр. Оған қалай жауап беруіміз керек? Мысалға, осы мына пандемияға дейін, осы 4-ші тоқсанға дейінгі жағдайда біз мүлдем біздің тарапымыздан да не болмаса білім
мекемелердің тарапынан да оқушының үйінде компьютері бар ма жоқ па деген сияқты сұрақтар. Ол қажет па үй жағдайында, қажет емес па мысалға? Осы сұрақтарға бір нақты зерделеп тоқталып қарастырған жоқпыз. Өйткені біздің алдымызға қойылған және мекемелердің алдына қойылған мақсат ол мектептің жағдайында, білім мекемесінің жағдайында интернеттің болуы біріншіден, екіншіден компьютерлердің жеткілікті болуы. Сондықтан біз осыған дейінгі аралықта осы екі мәселемен айналысып келдік. Қазіргі күні мына мектептерге тоқтайтын болсақ, оны мысалға кейбір ақпарат көздерінде мектептердің барлығы 96% интернетпен жабдықталған, қарастырылған, осының барлығы рас па деген сияқты сұрақтар да көтеріліп жатыр. Ол рас, біздің тарапымыздан біз оны қолдаймыз да, ол ақпарат шындыққа сәйкес келеді. Интернеттің мектепке келіп тұруы. Ал енді интернеттің ары қарайға таратылуы, ішкі жүйемен жүруі, сол мәселелерге тоқтайтын болсақ, бұл жерде жаңа жылдамдықты мектептің ішінде тарату бөлуге байланысты мәселелер туындап жатады. Ал енді интернеттің келіп қосылуы 96% ол солай, ал таратылу қаншалықты деңгейде, бұның барлығын әр білім мекемесі өздері күнделікті қадағалап, ол сұрақты тиісті шарттармен өздері жүргізіп отыратын мәселе. Осы жағынан қадағалап келгенбіз бұл сұрақты. Ал енді мына шектеу шараларының кезінде әр мектептің емес, үй жағдайындағы оқушының компьютері, үй жағдайындағы интернеттің жылдамдығының мәселесі көтерілді. Сондықтан бұл сұраққа жауап беру әрине де қиыншылық тудырды. Бірақ осыған қарамастан мына жағдайды ескеріп, осы мәселені де қолға алдық. Мысалы, мына білім жүйесінде жалпы барлық ақпараттар біріздендірілген, бір орталықтандырылған ұлттық білім қоры бар. Осы ұлттық білім қорын жинау жылда аналитикалық есептер, талдамалар, жұмыстар жасалады. Бұны білім және ғылым министрлігінің ақпараттық орталығы жүргізеді. Осы базаның ішіне біз биылғы жылы әр оқушының үй жағдайындағы интернеті мен үй жағдайындағы компьютер деген мәселені де кіргіздік. Бұған дейін мысалға ондай жұмыс жасамаған болатынбыз. Ал енді қазір жағдайды оқушылардың білім алуын қарау үшін осы мәселені де кіргізіп, енді оны да қарайтын болдық. Ол да бір бүгінгі күні осы пандемия жағдайының біздің білім саласына алып келген тағы бір қосымша жұмыс деуге болады, тағы бір ерекшелік деп айтсақ болады. Осымен де айналысатын болды. Және бір нәрсені мойындау керек, пандемияның әсерінен біраз ауылдарға интернет жүргізілді, ғаламтор. Жылдың соңына дейін Қазақтелекомда кеше мәлімет таратты, шамамен 90% ауыл интернетпен қамтылады. Сіз айтып отырғандай мектептерге әкімдікке жеткізу міндетіміз ары қарай. Ол келесі жылдан бастап үйлерге жүргізу мәселесі қарастырылады деп. Оның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. 90%-ын ауылды интернетпен қамтамасыз ете алсақ. Иә. Одан кейінгі мәселе енді жаңа мектепке барып қандай да бір оқушы коронавирус жұқтырып алған жағдайда бүкіл сынып жабыла ма әлде мектеп жабыла ма карантинге? Біріншіден санитарлық талаптарды айтқан болатын. Осы талаптардың негізінде оқушының жаңа контакты деп болған сыныбы жабылады. Сынып жабылады. Сыныбы 2 жұмалық карантинге жіберіледі. Одан кейін жаңағы тексеру жұмыстары, бақылау жұмыстары әрине де әр баланың жағдайы ескерілетін болады. Аяқталғаннан кейін ол сынып қайта дәстүрлі жағдайға қайтып келетін мүмкіншілігі де ережелерде қарастырылған. Шолпан ағатқа сіз бір мәлімдемеңіз айтып едіңіз, оқулықтарды құрастыру тәсіл өзгереді деп. Осыны түсіндіріп беріңізші, не себепті, нақты не өзгереді сонда? Оқулықтарды жасау әрине бір үлкен талқыланатын мәселелер. Жалпы оқулықтың сапасы біріншіден оқу бағдарламаларына байланысты, оған қойылатын талаптарға байланысты. Қазіргі күні мәжіліс депутаттарының бастамашылығымен білім туралы заңға және бірнеше заңнамалық актілерге өзгерістер енгізу, толықтырулар жүріп жатыр. Сол ережелердің ішінің өзінде бірнеше оқулықтың сапасын жақсартуға байланысты нормалар ұсынылды. Ол бізді де қуантады. Ол шынында да өте қажетті нормалар. Біріншіден оқулықтарға қойылатын талаптар бекітілетін болады әр оқулық бойынша. Екіншіден мына бекітілетін типтік оқу жоспарлары, оқу бағдарламалары тиісті сараптамадан өткізілетін болады. Бұл өте қажет, өйткені сараптама жұмысы не үшін қажет? Сараптама деген біріншіден мына осы бағдарламаларды бекітілмес бұрын мектептердің жағдайында жеткізіп, апробациядан өткізу. Әр мұғалім өзінің жүргізіп отқан бағдарламасын жақсы біледі, балалармен жұмыстың ерекшеліктерін біледі, сөйтіп апробациядан өткізіп, өзінің тиісті бағасын береді. Қай жері пән бойынша дұрыс, қай жерінде өткізілетін өзгешеліктер енгізу, не болмаса тапсырмалардың деңгейіне байланысты өзінің ұсыныстары болатын болса, осы ұсыныстарын мұғалімдерден жинайтын боламыз. Бұл жаңағы жергілікті жұмыс істеп жатқан практик тәжірибелі мұғалімдердің тарапынан бағдарламаны жасау кезіндегі қойылатын талаптарға байланысты өзгерістер. Бұл өте қажет деп есептейміз.
Ал қазіргі күні не өзгертілді? Былтырғы жылы мұғалімдердің тамыз кеңесіне қатысқанда ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы осы мақсатты айтып, бұл жерде жіберілген кемшіліктер, олқылықтар бар екенін білім және ғылым министрлігінің алдына қойып, өзгерту қажеттігін ұсынған болатын, осындай талап қойған болатын. Осы міндетті орындау барысында үлкен жұмыстар атқарылды. Біріншіден республикалық оқулық орталығы тарапынан үлкен жұмыс топтары құрылып, қандай өзгерістер жасау қажеттігі қаралды. Біріншіден енгізілген өзгерістердің біріншісі оқулықты кім жазу қажет. Оқулықты кім жазу қажет деген сұраққа жауап берілді. Біріншіден оны авторлық топ жасау керек. Авторлық топтың құрамына тек қана бір адам емес, оның ішіне біріншіден ғалым, өйткені әрбір оқулық бұл ғылыми негізде жасалған болу керек. Сондықтан оның ішіне міндетті түрде ғалымның қатысуы әр бағыт бойынша. Екіншіден әдіскер қатысуы. Өйткені әдіскер бірден бір бағдарламаларды іске асыруды үйлестіретін адам. Ол мына біздің академияны алатын болсақ та, не болмаса оқу процесін ұйымдастыру кезінде мына әдіскерлер облыстық әдістемелік кабинеттердің жанынан да қарастырылған. Сондықтан әдіскерлердің жұмысы, әдіскердің қатысуы жаңа авторлық топта болуы көзделген. Үшіншіден авторлық топта міндетті түрде мұғалімнің болуы көзделген. Өйткені практик мұғалім әр оқулықты пайдаланып келіп жатыр. Бүгінгі күні әрине ол мұғалімнің деңгейіне қойылатын талаптарда осы ережеде бекітілді. Ол қанша жыл осы мектепте жұмыс істеп жатыр, қанша жыл осы пән бойынша жұмыс істеп жатыр, негізгі жеткен жетістіктері қандай деген сияқты ұсыныстар осы жерде қарастырылды. Екіншіден, міндетті түрде оқулықтың сараптамадан өту кезінде оның мектептердегі апробациядан өтуі, оған қойылатын талаптар қалай жүргізілу керек, оның нәтижесі қалай ескерілу керектігі жөнінде де өзгерістер қарастырылды. Бұрын қалай болған сонда бізде? Бұрында оқулық таңдау кезінде ережелер болды, тиісті ережелерді білім және ғылым министрлігі бекіткен болатын, бірақ ол жерде де басқа ұстанымдар болды. Сол ұстанымдарды өзгерту бойынша жұмыстар жүргізілді бүгінгі күні. Оқулықтарды әзірлеу, апробациядан өткізу, оның сараптамадан өткізу бойынша. Одан кейін оның оқулықтың жасалуына байланысты да қойылатын талаптар өзгертілді. Мысалға, оқу бағдарламаларында берілген оқулықтағы материалдың көлемі оқулыққа қаншалықты деңгейде қалай кіргізілу керек. Мысалға, бір авторлық топтың көзқарасы бойынша оқудағы берілетін материалдың көлемі 10 беттік болады дейтін болсақ, келесі авторлық ұжым оны 5 беттік көлемді көрсетілетін шығар. Сондықтан бұл жерге оқулықты жасауға қойылатын талаптардың өзі нақты болу керек екендігі жұмыс тобында шешіліп, осы өзгерістер жасалды. Және тағы да бірнеше қатарлы өзгерістер, ол біріншіден оқулықтарды әзірлеу кезіндегі әрбір мына баспалардың беріп жатқан оқулықтар шифрлау бойынша жұмыстар жасалды. Сонда мына сараптамаға келіп түскен оқулықтың қай баспадан келіп түскендігін қазіргі күні ешқай эксперт білмей ме? Сарапшы білмей отыр. Мынау жақсы екен, мынау. Ереже жаңадан енгізілді. Өйткені көп жағдайларда да айтылып келді, баспалар өздерінің оқулықтарын әрине тарату бойынша, оны мектептерге жеткізу бойынша жұмыстарды өз тарапынан қажетті жүргізіп жатады, бірақ осының барлық оның сапасына да әсерін тигізіп жатыр деген сияқты бізге сын айтты. Яғни комиссия мүшесі білмейді қай баспаның екенін. Күні осы бойынша толық шифрланған әр оқулықтардың барлығы да оны комиссия мүшелері білмейді. Екіншіден, оқулықтардың электрондық нұсқалары бойынша да өзгерістер енгізілді. Қазіргі күні барлық осы қағаз түрінде басылған оқулықтардың электрондық нұсқалары бар. Олардың барлығын мына тарату бойынша және министрліктің сайтына орналастыруға байланысты және оқушы мен мұғалімнің пайдалануына байланысты талаптар екі жақтан бекітіліп, бүгінгі күні баспалардың тарапынан да қолданып, мына министрлік тарапынан да оларға авторлық құқықты пайдалануға беруге байланысты сұрақтар шешілді. Сондықтан бүгінгі күні мысалға оқушы қағаз оқулығын пайдаланатын болса, сонымен қатар планшет арқылы, гаджеттер арқылы оның электрондық нұсқасын пайдаланам десе, оның барлығы да мына министрліктің сайтында ашық түрде қолжетімді. Оны да қазіргі күні оқушылардың пайдаланып отырғанын көріп. Енді өткенде сіз әліппе қайтып келеді деген жаңалықпен бөліскенде біраз ел қуанды. Бұл енді келесі жаңа оқу жылдан бастап жаппай енгізіледі ғой. Бірақ енді жаңа жылдан соң пилоттық жоба ретінде кейбір мектептерге енгізіледі деді. Ол қай мектептер сонда? Бүгінгі күні ол мектептердің тізімі бекітілді. Жалпы еліміз бойынша 105 мектеп белгіленді. Оның 51-і қазақ тілінде оқытылатын мектептер, 51-і орыс тілінде оқытылатын мектептер. Өйткені әліппемен қатар букварь енгізілетін болады. Мектептерде соған байланысты оқулықтар бүгінгі күні апробацияға жіберілді. Қазіргі күні мұғалімдер осы оқулықтарды, белгіленген пилоттық мектептер осы оқулықтарды қолдарына алды. Қазіргі күні мұғалімдердің тарапынан осыған байланысты ұсыныстарды қарайтын боламыз. Жалпы әліппенің оқу бағдарламасы бекітілді.
әліппенің оқу бағдарламасының енді ерекшеліктері, біріншіден әліппенің өзінің әліппеге дейінгі кезеңі бар, әліппе кезеңі бар, әліппеден кейінгі кезеңі бар. Осы кезеңдерге байланысты екі кезеңі әліппе оқулығы шеңберінде бірінші жартылықта оқытылып, әліппеден кейінгі кезең ана тілі оқулығы арқылы екінші жартыжылдықта іске асырылатын болады. Екіншіден, әрине бұл оқулықтардың бағдарламасы негізінде қойылатын мақсаттар да өзгерді. Мына әліппе деген ол әріп таныту, буын таныту, сөз жасамды қалыптастыру болса, ал енді ана тілінің мақсаты ол оқушының сөйлеу дағдысын қалыптастыру, дамыту, ары қарайғы тілді, әдебиетті игеруге қойылатын талаптарға бағыттау болып отыр. Сол сияқты бұл бойынша да үлкен жұмыс тобы жұмыс істеді. Бұл жерде тіл білім институттары, белгілі ғалымдар жұмыс істеп, өзінің үлестерін айтып, әрине бұл да бір күнде шешілген мәселе деп айтпау керек. Өте бір үлкен талқылау жұмыстары болды. Ғалымдардың пікірлері де бөлініп жатқан тұстар болды. Сондықтан мына ғалымдардың басым көпшілігінің пікірлері ескеріліп, тиісті шешім, тиісті бағдарлама сол тек қана ғылыми негізде, ғылыми түрде шешіліп барып бүгінгі күні бағдарлама бекітілді. Ішкі мазмұнды өзгеру ме әлде сырты ғана өзгеру ме? Әрине мазмұн өзгереді деп айту керек. Ол сырты ғана өзгереді деген болмайды. Ішкі мазмұнында өзгереді. Мына осыған дейін де білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы айтқан болатын, Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі негізге алынып жасалатын оқулық деп айтылды. Ол сол кездегі Ахмет Байтұрсынұлының әзірлеген әліппесі тура қайталанады деген сөз емес. Әрине де тек қана оның әдістемесі ғана алынып отыр. Оның ішінен дыбыстың дыбысталуына байланысты тілдің жалпы ерекшеліктері ескеріліп барып, үлкен ғылыми негіздермен беріліп, осы бағдарлама жасалды. Сондықтан үлкен жұмыс жасалғанын атау керек. Әрине де жасалған іске сыншы көп. Сондықтан бір тағы да айтамыз, ол барлық мына тілшілердің арасында, тіл білімінің ішінде бірнеше ғылыми мектептердің бағыттары бар. Ол біздің тек қана қазақстандық білім жүйесін емес, жалпы осыған дейінгі дәуірдегі кезеңде де әртүрлі лингвистикалық мектептердің өз пікірі тілге байланысты болатын. Оны да ескеру керек. Біздің қазақстандық тіл білімінің жүйесінде де осындай ерекшеліктер бар. Сондықтан әрине ғалымдардың пікірінің де бірдей болмауы, әр бағытта болуының өзі бір заңдылық. Сондықтан бұл жерде ғалымдардың басым көп пікірімен барып, келісіп барып, осы бағдарлама жасалғандығын айту керек. Бір күнде жасала салған жоқ дейсіз ғой? Иә, үлкен жұмыс жасалғанын айту керек. Үлкен талқылаулар болды. Қарсы да болды, дұрыс деген пікірлер де болды. Сондықтан бірақ айта кету керек, мына бүгінгі күнге енгізіліп отырған жаңартылған білім беру мазмұны тұжырымдамасы әрі қарай білім саласында сақталатын болады. Тек қана осы жаңағындай жақсарту жұмыстарына байланысты ғана жұмыстар жүргізіледі алдағы уақытта. Ал жалпы білім бүгінгі күні әрине де біліммен қоса функционалдық сауаттылыққа бұрылу қажет екендігін бұл көп зерттеулердің шешімі, көп зерттеулердің қорытындысынан шығарылған. Сондықтан осы тұжырымдама әрі қарайғы білім саласында жетілдіру жұмыстары арқылы ғана жалғасатын болады. Бір екеуіне тоқталып, тағы қандай реформа күтіп тұрсыз біз білім мен ғылымда? Келесі жылға жоспарларыңыз болса, бірінші болып бізбен бөлісіңізші. Әрине, бір реформалар деп айтайық десек, бұл үлкен бір реформа болатын сияқты. Біз бір үлкен қатты реформа жасаудан алшақпыз. Тағы да айтайын, жаңа осы жаңартылған білім беру мазмұнын әрі қарай жетілдіруді жүргізетін боламыз. Жалпы мына қазақ тілін оқытудың бағдарламасына байланысты да сын пікірлер айтылып, қазақ тілі мен орыс тілін оқытудағы бүгінгі күні жалпы тілдерді, ағылшын тілі бар, неміс тілін оқып жатқан мектептер бар, жалпы тілдерді оқытудағы негізгі принцип қандай болу керек деген мәселеге тағы да ғалымдардың пікірлері әртүрлі. Бір ғалымдар мысалы грамматикалық жолмен бару керек деп есептейтін болса, басқа ғалымдар коммуникативтік әдіспен бару керек деген сияқты ұсынымдар бар. Сондықтан жаңартылған білім беру мазмұнының негізгі ұстанымдарын сақтай отырып, алдағы уақытта грамматиканы оқыту қажет па, қаншалықты тереңдетілу қажет деген мәселе зерделеніп жатыр бүгінгі күні. Осы бойынша да тиісті шешімдер қабылданатын болады. Әдебиетті оқыту бойынша да мына қазақ әдебиетінің классикасын қаншалықты білу керек, оқушы қаншалықты деңгейде білу керек. Мысалға, әр шығарманың түпнұсқасын оқу әр оқушыға міндет па, әлде әр шығармаға байланысты негізгі ойын, автордың негізгі пікірін, оның тәрбиелік мағынасын білу қажет па деген сияқты тұстарды біздің бүгінгі осы жұмыс тараптарда жұмыс істейтін ғалымдар зерделеп тағы да анықтап жатыр. Бұл бойынша да мына білім және ғылым министрлігінің жанынан білім және ғылым министрінің бұйрығымен жұмыс топтары бірнеше бағыттарда құрылды. Өзім де сол жұмыс топтарының
талқылау жұмыстарына қатысып, араласып тыңдаймын. Өйткені бұл жерде тағы да айтамыз, ол білімнің мазмұнын жасау деген ол бір адамның немесе тек білім және ғылым министрлігінің өкілетті орган ретіндегі ой емес. Бұл жерде міндетті түрде ғылыми көзқарас, ғылыми негіз керек. Сондықтан ең бірінші бастысы осы ғалымдардың пікіріне сүйенетін боламыз. Осы жұмыстар жалғастырылатын болады. Жалпы білім саласында үлкен жақсы өзгешеліктер мына қазіргі ұсынылып отырған заң жобасында да арқылы да енгізілетін болады. Ол жерде айта кететін үлкен мәселе мына қосымша білім мәселесіне де тоқтаған дұрыс. Өйткені қазіргі заман талабында мен жаңа ғана айттым, функционалдық сауаттылық деп. Функционалдық сауаттылық тек қана пәндер арқылы келмейді. Ол міндетті түрде мына қосымша білім мекемелері, қосымша білім бағыттар арқылы келеді. Қазіргі күні мына мягкие навыки деген ұғым бар. Біздің ортамызда сол осындай жұмсақ құзыреттіліктер оқушының, баланың ол да көп бағыттармен келеді. Соған байланысты елімізде осыған дейін балабақшаларға, сосын мектептерге, колледждерде жоғары білімнен кейінгі білім беруде мемлекеттік тапсырыс орналастыру бар бүгінгі күні. Сол арқылы білім саласына қазіргі күні жекеменшік секторда кірді. Жекеменшік балабақшалар ашылып жатқанын көріп отырсыздар. Мектептер ашылып жатыр жекеменшік, колледждер, жоғарғы оқу орындары барлығы да бар. Бұның барлығы білім саласына үлкен өзінің жемістерін ала келді. Ал енді қазіргі күні мына депутаттардың ұсынып отырған заң жобасының шеңберінде осы жұмысты қосымша білім саласына да енгізу сияқты мәселелер көтеріліп жатыр. Біздің пікірімізше бұл өте үлкен ұсыныс деп ойлаймыз. Оны біз қолдауға әзірміз. Өйткені бұл қандай басымдықты береді білім саласына. Біріншіден, үкіметтің мына қаражатын ғимарат салуға, не болмаса ғимаратты сақтап бағуға, оның ішіндегі жаңағы әртүрлі услугалар бар ғой. Солардың барлығына төленетін қаражаттың көлемін азайтып, тек қана оқушыға арналған мемлекеттік тапсырысты орналастыру арқылы оқушыларды неғұрлым қосымша білімге көбірек тарту мәселесі шешілетін болады. Сондықтан мен ойлаймын, білім саласындағы бұл үлкен бір жетістіктердің бірі болады деп ойлаймыз. Ол келесі жылы іске асырылады деп күтілуде. Тиісті мына заң қол қойылған болса, тиісті заң қабылданып, қолданып жататын болса, онда бұл жақсы бір шешімдердің бірі болатын еді. Шолпан қыз енді президент Қасым-Жомарт Тоқаев сайлана сала ашықтық еститін үкімет концепциясын ұсынған еді. Енді әлеуметтік желі фейсбуктарды қарап отырсақ, министр Асхат Аймағамбетов сіздерді бір тек кетіп бір мәселе көтеріп жатады ғой. Жалпы қаншалықты ашықсыздар, өзіңіз отырасыз ба әлеуметтік желіде? Иә, әлеуметтік желіде әлеуметтік желі бүгінгі күні біздің жұмысымыздың бір бөлігі деп айтуымыз керек. Ол жерге әрине де айтылып жатқан пікірлерді естіп, оның ішінде бірден зерделеп, тиісті мына біздің білім және ғылым министрлігінің өзінің ішінде құрылымдық бөлімдері, әр бағытқа жауап беретін бөлімдер бар. Бірге ақылдасып, қаншалықты ұсынылған ұсыныстар болса, немесе айтылған пікір сындар болатын болса, оның қаншалықты орынды екенін, қаншалықты оны мына біздің тарапымыздан нақты жетілдіріп, айтып жеткізу бойынша жұмыстар жүргіземіз. Көп жағдайда ұсынылып жатқан пікірлер мына жасалып жатқан жұмыстардың халыққа көбінесе жетпей жатқандығынан болып жатады. Оны біз көріп отырмыз, оны ары қарай жетілдіру тұстарында қарап отырмыз. Шынында да жүргізіліп жатқан мына министрлікте жасалып жатқан әрбір бұйрық бұл біз үшін бұйрық болатын болса, ол жергілікті деңгейге келгенде орындалу процесіне келген кезде бұл әр семьяның, әр отбасының, әрбір ата-ананың мүддесіне әсер ететін бір жұмыстар. Сондықтан көп жағдайда осы түсіндіру жұмыстары біздің тарапымыздан жүргізілмегендігін көріп, қазіргі жағдайда осындай үлкен түсіндіру жұмыстарын жұмыс жасап бастадық. Оның ішінде тағы да айту керек, мына қашықтан жүргізу жағдайында онлайн форматтағы жиналыстарды өткізу, оларды осы онлайн форматында ата-анаға жеткізу бойынша жұмыстарды да бастадық. Тиісті өзімізге қажетті аудитория, мысалға сұрақтар көтеріп жатқан адамдар болатын болса, олармен де ақылдасып, осындай бірден бір онлайн форматта талқылап, біз түсінетін тұстарымызды біз олардан естіп, оларға түсіндіру тұстарын біз өзіміз тарапымыздан жеткізетін жұмыстар жасап жатырмыз. Және осы ойларға байланысты тиісті нақты жауаптарды өзім тарапынан да беріп, басқа да әріптестеріміздің тарапынан айтқызып, ұйымдастырып, неғұрлым халыққа дұрыс позицияны, дұрыс ұстанымды жеткізу бойынша жұмыстар жүргіземіз. Кітапханашылардың мәселесі бізге педагог деген статус жоқ дейді олар. Сол қойса да мұғалімдердің өзі арасында айтып жатыр, ол енді олар мұғалім емес, оларға айтып береміз педагог деген статус дейді. Жалпы сіздің көзқарасыңыз қалай? Негізі оған байланысты жұмыс жүргізіліп жатыр, оны бір келесі жолдар айтсақ. Өйткені оның қарайтын тұстары өте көп.
олар шынында да педагог бола алмайды. Біз оған мына бірақ енді орта жолда оқиды, біз әлі өскен жоқ дейді да айлығымыз. Иә, өскен жоқ, ол бірден өсе алмайды ғой, айтылды екен деп өсе алмайды. Ол біріншіден бірнеше құжаттарға өзгеріс енгізу. Оған айтылған кезде педагог статусын беру деген кезде оны тура педагог қою деген мәселе көтерілген жоқ болатын. Олардың еңбек ақысын педагогтардың деңгейіне көтеру деген мәселе қозғалған болатын әуел баста. Бірақ оны қоғамда біздің жаңағы естілген сөзді әртүрлі қабылдауы бар. Сонымен жаңағы кітапханашыларды педагог деңгейіне көтеріп жатыр екен білім және ғылым министрлігі. Осы дұрыс па, дұрыс емес па деп Шолпан қыз қазір енді қашықтан оқып жатыр, иә? Балалар бағалау жүйесі қалай болып жатыр қазір? Өте дұрыс сұрақ. Бағалау жүйесі мына жалпы әлемдік деңгейдегі білім салалары бірнеше бағыттар. Ол біріншіден оқу бағдарламалары, оқу жоспарлары және бағалау жүйесі бойынша осы пандемиялық жағдайда көп өзгерістер енгізілді. Біздің елімізде де мына қазақстандық білім жүйесінде өздеріңізге белгілі 4 жылдан бері критериалдық бағалау жүйесін енгізу жұмыстары жүргізілді. Ол жаңартылған білім беру мазмұнымен қатар енді оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалауға байланысты енгізілген жүйе. Оның бір ерекшеліктері мына күнделікті оқушының бағалауы формативті қалыптастырушы түрде жүргізу және де мына қорытынды бағалау жұмыстары суммативтік бағалау жүйесі арқылы жүргізілу бөлім бойынша бөлек және 90 бойынша бағалау қарастырылған болатын. Мына пандемиялық жағдайда мына қазіргі шектеу шараларының кезеңінде біз байқағанымыз, бұны біз 4-тоқсанда байқадық, оны айту керек. Мына ата-аналар күнделікті оқушының бағалауын көрмей, бір қиналғандығын көрдік. Сондықтан біз биылғы оқу жылына, нақты осы жылға бағалау жүйесін адаптациядан өткізіп, осы жағдайға бейімдедік. Оны қарау керек. Ол да жалғыз ғана білім және ғылым министрлігі өзі емес, үлкен жұмыс тобымен зерделеу жұмыстарын жүргізіп, осындай шешім қабылдадық. Бұл біздің бағалау жүйесі үшін үлкен шешім болды деп айту керек және өте қажетті. Қазіргі күні мына 1-тоқсанның бағалау жүйесі аяқталды ғой. 1-тоқсан бойынша 90-дық бағалау шығару бойынша үлкен түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Өйткені бағалау деген ол мына оқушы үшін, не болмаса ата-ана үшін мына алып келген бүгінгі күннің бағасы, ал мұғалім үшін бұл үлкен жұмыс. Өйткені ол оқушының алған білімі оқушының күнделікті жұмысында ескеріп, оның жаңа суммативті бағалау кезіндегі көрсеткен нақты нәтижелеріне байланысты критериалдық жүйеде белгіленген болатын. Ал енді мына қазіргі осы пандемияның жағдайында шектеу шараларының кезінде бағалауға өзгерген ең бірінші біз оны бейімдеген себебіміз оқушының күнделікті жағдайдағы жасаған еңбегі, айтқан өзінің жауаптарын балл түрінде бағалау көзделді. Сонда мына 90-дық бағаны шығару кезінде оқушының күнделікті сабақтарда жасаған жұмыстары балмен белгіленіп, одан кейін бөлімдер бойынша бір ғана жүргізілетін жаңа қорытынды жұмысы жалпы 90-дық бағалаудың 50%-ын құрады. Ал соңғы өткізілетін суммативтік 90-дық жұмысы бағалаудың қалған 50%-ын құрады. Осы шешім бүгінгі жағдайда мына мұғалімдердің пікіріне қарағанда өте бір орынды шешім болғандығын көріп отырмыз. Және осы механизмді игеруге әрине мұғалімдерге бір уақыт керек болды белгілі. Соны мұғалімдердің өздері де осы 1-тоқсанның ішінде игеріп, бүгінгі күні бір дұрыс шешім екендігін біз өзіміз көріп отырмыз. Бұл әрине бағалау жүйесі бейімдеу тек қана осы оқу жылына арналған. Оқу жағдайында оқушылар қашықтан оқыту жағдайындағы жағдайға бейімделген. Қайтадан өзгергенде ол негізі қолданыстағы бар бағалау жүйесі өзінің орнына түсірілетін болады. Осы бойынша осындай. Білімге байланысты онсыз да сын көп айтылушы еді. Пандемияның кесірінен қашықтан оқудан осы білім сапасы төмендеп кеткен жоқ па деп кейде алаңдаймын, сөздің шыны керек. Оған әрине қоғамда алаңдаулы. Оған тек қана біздің қазақстандық білім жүйесі емес, жалпы әлемдік деңгейдегі барлық жүйелердің барлығы қашықтан оқытуда білім сапасының түсетіндігін айтып отыр. Біз де оны көріп отырмыз. Жалпы ол бойынша үлкен зерттеу жұмыстары қажет. Ол бір күндік жұмыс емес, ол бір үлкен уақытты, бір белгілі бір уақытты қажет ететін жұмыс. Және де осы қашықтан оқыту кезіндегі білімнің сапасы түскенін, оны орнына келіп түсірудің өзі бірталай уақытты алатындығын да атап айту керек. Өйткені ол үлкен оқу бағдарламалары деген үлкен бір-бірімен байланысқан, біріздендірілген процесс қой. Сол үзіліп қалып жатқан жағдайда әрине де орнына келтіру бойынша үлкен бір оған жоспар қажет. Білім министрлігі осы жоспарды әзірлеп, біріншіден бұл бойынша әлемдік практика, әлемдік үрдісті зерделеніп келе жатыр. Осы бойынша жуырда
Всемирный банкпен де осы сұрақты ұйымдастыру мен талқылау жұмыстары жүргізілді. Біз әлемдік деңгейдегі біз зерттеулерді де, ой пікірлерді де, ғалымдардың пікірлерін де естідік. Біздің тарапымыздан да мына біздің қазіргі күні жасап жатқан жұмыстарымыз қаралды. Біріншіден мына ақпараттық біздің орталығымыз, екіншіден академия, мына білім академиясы осы жұмыстарды жүргізіліп келе жатыр. Екіншіден бүгінгі күні күнделік жүйесінде айту керек. Бағалау жүйесінде біз күнделік электронды журналына осы жаңартылған білім беру мазмұнына енген жылдары көшкен болатынбыз. Соның ішінен біз қазір электрондық жүйенің де өзінің үлкен пайдасын көріп отырмыз. Оның ішінде жаңа аналитиканың барлығы бар. Қай жерде төмендеу байқалатынын көріп отырмыз, қай пән бойынша төмендеу бағалатынын көріп отырмыз. Әрине бірінші есептен ол математика пәні. Сапаның түсуіне байланысты бұл нақты пән болғаннан кейін оның ішінде оны түсіндірудің қиыншылықтары да әрине де орынды. Соны қазір біздің мына бағалауды зерделеген кезімізде алғашқы көрсетіп жатқан нәтижелер де осыны көрсетіп отыр. Бірақ осы жұмыс әлі де жалғастырылады. Осы екі ұйым да өз тараптарынан жүргізіп жатыр. Әрине де мұғалімдер де осы мәселені қазір атап көрсетіп отыр. Енді мектептен бастап директор болып, білім бөлімі сияқты әрбір сатыдан өтіп, өз саласын білетін мамандар шіркін, сіз сияқты әр жерде өз мамандар отырса талай проблема күн тәртібінен түсіп қалар ма деп ойлаймын. Уақытыңыз бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Бейнетте еңбегіңіздің зейнетін көріңіз. Табыс тілейміз. Рахмет. Отбасыңыз аман болсын, осы бір пандемиядан аман-есен құтылайық. Рахмет. Құрметті көрермен, біздің Бақ Кезет ақпараттық порталын оқып, желмая жобасын көре жүріңіздер. Айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай.